Сәлем баршаңа, есімім Алтынай. Сіздермен бірге бүгін бауырдан жасалған шұжықты бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Мен де бұл рецептіні нағашымнан үйренген болатынмын. Бір жасағаннан өте қатты ұнады. Бұл шұжық өте тойымды, әрі дастарханыңыздың сәні болады. Сіздерге де осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Өте ерекше, барлығы жасай бермейтін, таң қалатындай рецепт. Бізге қажетті заттар 1 кг бауыр, және 1/2 кг құйрық, 8 тіс сарымсақ, 8 дана жұмыртқа, ұн қажет болады, қоюлығына қарай қосамыз, және татымына қарай дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Алдымен ет тартқыштан бауырды, содан соң 8 тіс сарымсақты жақсылап өткізіп алатын боламыз. Содан соң 500 грамм құйрықты видеода көрсетілгенше етіп кубиктап тураймыз. Дайын болған құйрықты бауырдың үстіне саламыз, және татымына қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышты салып, оның үстіне 8 дана жұмыртқаны жаратын боламыз. Барлығын жақсылап бір масса болғанша араластырып аламыз. Массамыз дайын болғаннан кейін қоюлығына қарай ұн қосатын боламыз. Мен 4 ас қасық ұн қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз, ішінде ұнның түйіршігі қалып кетпеу керек. Дайын болған массаны целлофанға құйып алдым. Тура мен айтқан рецептімен жасайтын болсаңыздар, сіздерде де осындай өте керемет дәмді болып шығатын болады. Келген қонақтарыңыздың барлығының көңілінен шығады. Осылай массаны целлофанға құйып, аузын жақсылап бекіткеннен кейін, екінші қатары тағы да осылай орналастырамыз. Оның аузын бекіткеннен кейін үшіншісіне тағы да салып орайтын боламыз. Алдын ала қатты қайнап тұрған суға шұжығымызды қойып, 2 сағат тоқтатпай қайнату қажет. Менде 2 сағат өтті, және оны сыртқа алып шықтым да, осылай майлықпен сыртын орап, үстін қатты бір ауыр затпен бастырту қажет. Міне біздің шұжығымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.